алаңда шыңдалама, әсемдікпен маңайым нұрланама. Оразаң қабыл болсын ұстаған жан, шындығы Алладында тыңдалама. Айтысқа шыға келдік алдарыңа, сұлу қыз мына маған жырланама. Ауылы болғандықтан шәмшілердің төрінде әуездәні шырқалама. Шахады Мұхтарсынды ақыны бар қазақ бұл атамнан үлгі алама. Қара таудай тауың бар көз тартатын, ұқсайтын ауыз кеуде дүр бабама. Киелі Көкшетаудан келіп тұрған қошеметпен дем берген бір балаңа. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, шырайлы едім жайқалған гүл қалама. 300-дің басын қосқан хан ордадан 3-ші мегаполис Шымқалаға. Жастарға көрсетсек деп дұрыс үлгі, тарланбоздай ашалған тынысымды. Тектілер туып өскен топырақ бол, ұрпағын ұмыталмас ірісіңді. Еңбектеп тірлік қылған ел болғасын, еңбекпен берген екен арасыңды. Сұлулығы керемет жер екенсін, ақындардың жауһар сөз жырысынды. Қаншадам демалысқа келеді екен, аралап не бір мықты бұрышыңды. Қысқасы мұна менде арман жоқ қой, көргенде дәл осындай ұлысынды. Алтыннан да бағалы ел тұрғанда, алтыннан кем көрмеймін күмісіңді. Алдарында айтайын тізіп өлең, басталғандай топ алдымда қызық өлең. Жеребеден аяқ асты жұп болдым ғой, Жамбылдың көрікті қызы менен. Төрімде Аманжол ағам отыр, шаршалаңда айтатын бұзып өлең. Інжуде аруменен келіп тұрмын, Аманжол ағамыздың ізіменен. Зор үміт артқан кезде маған елім көсіліп құлагердей шабар едім. Қалайсың қасындағы інжу ару, мен бүгін бақытыңды жағар едім. Қысым ақтаған жігітті, ел жақтаған екі жастың жылдызын жағар елім. Егерде айтқаныма көніп жатсаң, сені мен біраз жерге барар едім. Ауылынан келген кезде серілердің, мен сені әлпештеп алар едім. Алтыным айтқаныма көніп жатсаң, алтын жүзік қолыңа тағар едім. Бұйырса айтыстан соң Алла қалап, аралайық арқаның жаға көлін. Байрағын желбіретіп махаббаттың байтақ елдің батасын алар едім. Думан деп алағайын жар салыңдар, ендеше жырларыңыздар ән салыңдар. Алдарыңа үкілеп келгендіктен өнеріне екі жастың тамсаныңдар. Өкілі бөрікті ұлың менен өкілі кәмшатыңды қарсалыңдар. Шап. Әлпештеп ап кетемін деп отырмай, демеймін бердембекпен қап кетемін. Өзіңіздей ағамен шыққан кезде әсем әуез әуенге сап кетемін. Сен мені ап кетпейсің, керісінше мен бұл жерден күмісті угай ап кетемін.
жұпталған бірден бегім ай, үнжумен айтысам деп келген бедің, менімен жұпталып қап обал болдау, финалға шығамын деп сөзіңді өрген бедің, финалдан қайыр жоғау аға жанау, айтыстан соң саябақта угай-ай серуендегін ай. Алтын жүзік тағам дейді мына маған ай, алтындай осында жарқылдаймыз, ағасы сіздің айтқан сөзіңізге сақынада жауап бермей жай тұрмаймыз. Елестетші көз алдыңа қандай жақсы, күміс тартып отырса алтындай қызай. Осындай түскен сәтте додағашын ай, жиналып Шымкентке угай-ай жол аласың ай. Армысың Шымғаланың тұрғындары, сіздерді бақ береке жағаласын. Өлеңнен ізгілікті іздеп жүрген Шымкентке еш жамандық жоламасын. Оразада жастарға айтыс жасап, өлеңмен ашып жүрген угай-ай оразасын ай. Қыз бұл айтысқа сән едім ме ай, жырымыз әдемі ме кәделі ме, шыныңды айтшы ағайын, үнжу қыздың үкісі әдемі ме, Берденбектің үкісі угай-ай әдемі ме ай. Балық бақытты болады көл тұрғанда, ару бақытты болады ер тұрғанда, қайсымыздың үкіміз әдемі деп өлеңді құрадың ғой мен тұрғанда. Басымдағы үкіміз ештең емес, үкілі кәмшат аруым сен тұрғанда. Өлеңді құрай білген жылдан лезде, ақында байлық бар ма жырдан өзге? Мен негізі бақытты адаммын ғой, көрінетін әрдайым шыңнан нездем. Кешегі ақандардың жалғас едік, сұлуым назарларын бұрған кездем. Сұлуым күміс алып не қыласын, күмістей Берденбегін тұрған кезде. Ғалымның сөз өлмейді хатта қалған, жақсыны залал болмас мақтағаннан. Бейсенбайдай атамызға 120 жыл, елінің жан жарасын ақтар алған. Қазақ руханиятының батыр деп баға беріп Ербаукен мақтан алған. Қазақтың ұлы абайын дәріптеумен өзіндік сара жолын мақтап алған. КСР-ның көрседе сан қорлығын елмен бірге болып шаттан алған. Шымкенттің халқына алғыс айтам, осындай тұлғалармен мақтан алған. Бейсенбінің күнінде айтыс қылып, Бейсенбайдай атамыз Бейсенбайды ұлықтап жатқан ұрдам. Жөн болмас, шын жүректей шаба алмасам, сұлуымен біраз жерге бара алмасам, аруым айтқаныма көне қойшым, мен неге келдім аламанды жара алмасам,
Есет деген қайнатам отыр әне, жөн болады қайнатама ән арнасам. Киелі Көкшетаудан келіп тұрмын, жөн болмас әнімізге сала алмасам. Ей, бір жанның ауылынан неге келдім, бір арудың көңілін таба алмасам. Деп отырсам бойында өнері көп ай. Бұл ағам махаббатқа көңілін бөледі көп ай. Қайнатам отыр дейді осы залда, ондай сөздің ағасы керегі жоқ. Одан да ел мен жұртты жырласаңшы, арзан сөздің дәл мұнда көмегі жоқ. Айтыстан соң көкемнен оңбай қалып, жылап жүрме мен ештеңе демедім деп. Аталарым осындайда айтқан екен, аңдамай сөйлегендер ауырмай өледі деп ай. Сұлу қыздың жанында отырған соң ай, сөз айтсаңшы ағасы иланарлық. 5 жастай менен үлкен болсаң дағы, бойыңыздан кетпепті бір балалық. Алып кетем деп отырма өңіріне, көнбесем қалмайсың ғой қинап алып. Бар жігіттің айтатын әңгімесі бір, алып кетем дейд қыздарға сыйлап анық. Сұрайыншы ағасы өзіңізден, не істейсіңдер айтыскер қыздарды жинап алып ай. Арбадай кең білімін арға жеккен ай, тереңдік таба білген әр қажеттен. Зерттеп Абай Мұхтар Жамбылды да, ғылымның көшін бастап алға кеткен. Әдебиет оқулығын жазып, өзі жазып, көз ашық болашақты арман еткен. Бейсекеңдер білімнің шамын жақты, алысып жүріп талай жанған отпен. Осындай шын ғалымның ат өлмейді, бар ғұмырын ғылымға өгай арнап өткен ай. Алып кетем дей береді бұл ағамыз ай. Баяғының зорлық салты әй басылған, қарындасқа білмейтін не сөйлеуді, ағасы келіп тұрсыз қай ғасырдан ай. Ал Берденбек жауабын беріп қайрағым. Ей, тайсалмай шабайық деп аламанда, ақындар айтар ойын саралаудам. Өзімнен 4 жас үлкен ағам ғой деп, қарындасым аруым жүгінді ғой, барам алғам. Екеуміздің махаббатымыз орынды ғой, еркеменен райымға қарағанда.
Ей, сезімнің аша білсем ақ сарайын, аламанда көсіліп нақшабайын. Бір уыс сұлу қыз бұйырғасын, мен бұл аруды бағыма, бұл аруды бақытыма бақ санайын. Мақтадай сұлу аруымды мақпалым деп көтеріп мақтанайын. Аханның ауылынан келген кезде ақ сезімді алдында ақтарайын. Есеттей қайнатамнан рұқсат алып, құдалыққа көпірді нақсалайын. Ей, әулетадан кеп тұрған бұл аруды әулетіме келім қып апарайын. Ей, қоштасуға айтыстың қалпын бұрсақ, сіздерменен өтті ғой жарқын бір шақ. Осымен қошаман бұл үнжу ару, арамызды жөн болмас салқын қылсақ. Ортаңызда құлагердей көсілдік қой, қиқулап жатқан кезде қалқын бір сәт. Ей, бесігінде тербеткен тектелерді Шымкент. Ей, бесігінде тербеткен алыптарды Шымкент жұртты жасай бер алтын құрсақ. Бәрекелді. Інжу бір шумақпен қайыра ғой. Ағасы сізге сөзді бергенім жоғай. Жаныңа мен өзіңнің ергенім жоқ. Өнерімді көрсетсем деп келіп тұрмын, келім боп қап кетуге өгай келгенім жоқ. Бұл өмір алмай тұрса сынаптардан ай, өнерде алуан сынақтар бар. Өткенде әуежайда құтқарылған қыз туралы ойландым ұзақтаңдар. Сол кезде қылмыскерді құрықтаған Мұса ағам жайында тың ақпар бар. Алина мен Айсұлу жерлестерім жүлде алған жоқ, енді мені жылатпаңдар. Кеше ғана арулардың мейрам өтті, аналар мені қолдап қуаттаңдар. Бұл айтыста жалғыз ару мен екенмін. Қалғанында жігіттеген құжаттар бар. Кененнің ауылынан келіп тұрған қыздарды қайта өгай құлатпаңдар. Ақындар қарөленге сақшы емес пе, аруым бара қойма қатты кеске. Осы жерге келін болу үшін келмедім деп, амалды жасайсың ғой сәтте кеске. Айтысып не қаласын аламанда, онсыз да келін қыздар тапшы емес пе. Айтысып жағаласып не қаласын, ақ келін болғаныңыз жақсы емес пе. Ай, бәрекелді. Бұл ағам үнжу қызға таласама, бірақ та ой өрісі аласама, 15 жасар қарындасқа келін бол деп айта берген мына сізге жарасама. Ақындар айтар ойын саралайды, бұл ару мені қалай бағалайды. Қайта кішімін деп қоймады, бұл ару тектілікті жағалайды. 13-те отау есі демейді ме? Бердімбек талай жерді аралайды. Қарындасым ежелден білесің ғой, махаббат жасқа да қарамайды. Махаббат қарамайды жасқа дейді. Не деп отыр жанымда тентек бала? 13-те отау есі болады деп өзінің ой өрісі аласама. 13-те отау есі болады тек. Махаббат жасқа қарамайды деп отырма жанымда Берденбектей тентек бала. Мақалды да дұрыстап айта алмадың, 13-те отау есі болады еркек бала.
Ақын қалай аламанда жағашпайды, сұлу қалай менімен таласпайды. Қайта-қайта сылдау сен айта бердің, сөзің қалай биіктен әрі аспайды. Ежелден білесің ғой Жамбыл жақтың қыздарына, қалайша өлең айтып ән аспайды. Бесігінде тербеткен алыптарды келін болмау Жамбылдың қыздарына жараспайды. Жақсы. Рахмет. Домбырасы жақсы айтса екен, не бұлары? Бір шумақ айта қойсын, Берденбек сонымен қоя қояйық. Аруым беделімді биіктетші, басыма бағым болып үйіп кетші. Осымен айтысты доғарайық, дұғам қабыл болып маған тиіп кетші. Әнжу, бір жұмақ сомен. Дұғамыз қабыл болсын, дейді ағамыз, дұғам қабыл болсын деп болып тиіп кетші. Қасымда Берденбектей дейді ағамыз. Есет аға көмекке келесіз ау. Айтысуға тек келіп тұрмын ғой мен. Келім болып қалмайды кей балағыз. Жақсы болды, рахмет. Мына Әнжу қызымыз әлі оқушы қыз ғой. Сонда да қайтпай ағасымен жағаласып, тамаша әдемі жауап берді. Рахмет, қошемет білдіріп қойыңыздар. Берденбек қайттың келмей қалды ма не ол? Жақсы. Ана алдыңғы үш кезегін бағаламай, соңғы үш кезегімен баға беріңіздер енді. Ал Берденбек Мырзат, Ақмола облысы. Қазылар бір ауыздан, жоқ, Кәрим апай қалып қойған екен. Кәрим апамыз Әнжуге баға беріп отыр. Сонымен айтыстың келесі кезеңіне Берденбек өтті. Енді бір сағат үзіліс, бұйырса финал сағат 14:00-де 2-де осы жерде бәріңізді күтеміз. Бүгін мұна күміс домбыраның егесін анықтайтын боламыз. Рахмет баршаңызға.